Қайырлы кеш, лайк қоямыз және бөлісеміз эфирмен. Қайырлы кеш, лайк қоямыз және бөлісеміз эфирмен. Тревожное состояние мазасыздықты қалай жеңуге болады? Кешір юзер 54. Тревожное состояние сізде предчувствие. Әлемде қазір өзгерістер болып жатыр ғой, жаман жаққа қарай. Сәлем жан. Соны сіз сезесіз, сондықтан болып тұр сізде. Ой, мыналар надоели, осы ес алаңдар бір кіріп алады да. Заколебали тура, неше түрлі ес алаңдар. Қалайсыз, ханшайым отсыз ғой дейді. Иә, жақсы ақырында. Жан, өзіңіз қалайсыз? Не жаңалық болып жатыр сіздерде? Ой, міне бір ес алаңдардай тура. Болады осы жындылар, Қанды ішіпті осылар. Қайдасыз жан, ханшайым отсыз ғой дейді, ханшайым, иә. Мен саумалшетін ауылда отырым. Және мекен дейді. Здравствуйте, татарочка. Ол мен төсек емес, ол қонақ үйдегі төсек қой. Тух, міне біреу не істеймін, міне біреу жындыны. Иә, олағы не қонақ үйінің төсегі ғой. Сәлеметсе, Шахин ханым, сізді көрген қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын сізді көріп отырғаныма. Жақсы. Альфия 41, Андрей 48. Напишите, пожалуйста, в WhatsApp. Саумал ішетін дейсіз ба? Қай жер дейді? Бақытжан. Үштерек деген ауыл. Сейт сәл қуып жатыр. Иә, аяққа табанға зәйтін майын жаққан пайдалы дейді, дұрыс па дейді. Дұрыс. Сейт нашы ма? Түсінікті. Кеш жарық, Гүлжан. Әлемдегі және Орта Азиядағы ең ақылды түсінетін адам түн жарық тың звуки бастауға қалайсыз? Рахмет, сізге де юзер 74. Иә, мен қатырып жатырмын, сейт нашар шығар. Сен алмай жүредім жағуға дейді, юзер 74. Зәйтін май енді жақсы болады жағуға. Кедергілер көп тоқтала береді дейді. Иә, солай өкінішке орай. Сәлеметсе, Гүлмира. Бір жаққа кетіп қалдыңыз ба дейді Гүлжан. Саумал ішетін жердемін. Сәлеметсіз бе, сіз бәрін қайдан білесіз дейді Әділет. Мен ауадан алам бәрін. Қайырлы кеш, Шахин ханым, қалайсыз? Жақсы, Шолпан, өзіңіз қалайсыз? Ертең ай туады ма дейді. Юзер 27 туады. Сондай жақсы шанс дейді. Рахмет, Гүлмира.
Сәлеметсіз Қарлығаш. Ол күшті болып отырсыз дейді Шолпан, рахмет. Ту, мыналар қайдан шықты, міне бір бәлелер, бір пәле болып, міне бір оңбағандар. Маған түк эфир жүргізбей қойды мыналар, әдейі шығып. Түк жүргізбейді эфир. Сұмная. Шыңғысхан қайда жерленген дейді, Әли Алаш. Гоби деген пустыняда. Кеш жарқын аскен. Күшті ас болсын, ем болсын, шипа болсын, айтқаныңыз келсін, Гүлжан. Рахмет, Шолпан. Кеш Шаршахи ханым, күшті болып отырсыз ғой дейді Алтыншаш, рахмет. Кеш жарық, сәлеметсіз бе кіріп жатқан адамдар? Кеш жарық бәріңізге. Отырсаңыз, өзгеше бүгін дейді, отырсаңыз, рахмет, патриотка Заря. Күшті болып отырсыз дейді, Голд Сая, рахмет. Шолпан, рахмет құшағыңыз үшін және күліңіз үшін. Фон әдемі дейді, рахмет. Сәби бола алам ба дейді Күлфия. Сәби болғыңыз келе ме өзіңіз? Мен сізді түсінемін. Кеш Шаршаке, армысың, сен аман бол, жаратушы күш-қуат берсін дейді. Қоқ айтқаныңыз келсін. Кеш Шаршаке ханым, көргенге қуаныштымын, өте әдемі болып отырсыз дейді Емші апа. Рахмет сізге де. Бүгін әдемі отырсыз, рахмет Гүлшат. Иә, сізге шипа болсын, сіз қазақтарға керексіз, тыңдаушыларыңыз көп болсын дейді, өзі 27 айтқаныңыз келсін. Шаханым, шаршап отырсыз дейді. Иә, кішкене шаршадым. Гүлшат, рахмет күліңізге. Бәрі дұрыс па дейді Қуатсай. Дұрыс, бәрі жақсы. Сәлеметсіз, Айсұлу. Келесі Папа Римский кім дейді? Таққа соны белгілемейді ғой деймін. Аман жүріңіз, бізге керексіз дейді Қуатсая. Рахмет. Болады дейді таққа. Бола ма? Онда сіз білетін шығарсыз кім болатын. Кардиналдардың біреуі болады ғой, олар сайлайды кардиналдар. Негізі аналар сайлайды. Сәбилі болам ба дейді. Күлфия, WhatsApp-қа жазу керек. Мысығым келмет ханым дейді Қуатсая. Келет, 3 күніне табылады. Сәлеметсіз, Шәкен, еңбегіңіз жемісті болсын, айтқаныңыз келсін. Амали. Барлық жамандық сол Ватиканнан шығады. Солай дейді, иә. Кеш жарық, Ержан. Сәлем, Ержан, сәлем, Зайсан. Айтқаныңыз келсін дейді Қуатсая. Кенесары хан қайда жерленген дейді. Денесі мен басы бөлек жерде. Денесі Қырғызстанда дейді. Басы Ватиканда. Сол папа қайтыс болды ма, шын ба дейді Шолпан. Сол қойылым, оны әдейі ана креслоға отырғызып қойды, одан кейін өлтірді. Өлтіргенде клоны ғой өзі емес. Өздері бір жерде өмір сүріп жатқан шығар, мәз болып. Денсаулыққа байланысты дұға 33 рет естуге бола ма, құрақ ашты күнара ұстап жүргенде, или біткен соң ба? Ұстап жүргенде болады. Назкен. Тыңдай беріңіз, ұстап жүрген кезде. Бүгін кішкене коньяк іштім.
Рахмет сізге де Назкен. Қоқ, сіз коньяк іштіңіз бе кішкене? Иә, кейде болады ішуге. Өте сирек. Сәлеметсіз бе, жақсы Белла, өзіңізші? Шәке, сіз біле аламыз ба, балама тіл көз бар ма екен, соны білуге бола ма? WhatsApp-қа жазып жіберіңіз, Қамали. Не болып жатыр деп көрді. Басқа бөлмеде отырсыз ба дейді Белла. Иә, солай деуге болады. Черноплодная рябина, өтіп кетті сұрақ. Көз тисе адам шаршаңқы бола ма? Иә, көрді. Негізі ол шаршаңға ана төбеден дихлофос себеді содан. Содан болады көбінесе. Промис сізге ұқсайды айтпақшы дейді Шолпан. Солай ма? Қайырлы кеш, алтын тақсам жоғалады, болмаса ұрлатып алам, неден олай болады дейді Айгерім. Қарап көрейін, WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. WhatsApp іле салыңыздаршы, өтініш модераторлар. Онда Тоқаев кету керек дейді көрді. Кетпейді ол. Ол аналарға айтқан кезде сонда бірақ. Иә. Бұрыш ішсем жын ұрушы еді, қазір жын тимейді дейді. Бұрын ішсем жын ұрушы еді, қазір тимейді дейді. Иә, дұрыс айтасыз. Қан төгілу керек дейді. Иә. Тоқаев жайлы жазбаңдаршы, эфир қатырады дейді Колсай. Иә. Кеш жарық Гүлбану, Серік, сәлеметсіз бе? Ұлымның мұрнынан дәл үстінен қотыр шыққан, ұзақ әлі қара азырақ кетпей тұр, бұл көз ба дейді юзер 23. Екпе алған ғой ұлыңыз? Мектепке екпе салды ма? Менің де көзім кіртиіп шаршап қала берем дейді. Ол ана төбеден у сеуіп жатыр, содан бәрі. Кейін күндері өте көп сеуді. Кеш жарық жанар. Ұйықтайын деп отырсыз ба, ерте ой дейді Белла. Ұйқым келіп отыр, иә. Иса келуіне аз қалды ма дейді көрді. Ол Иса емес, ол Дәджжал келу керек. Соны Иса дейді кейбіреулер. Жоқ, екпе еш жоқ, жасы 30-да дейді. Бәрібір иммунитетті бір нәрседен жаңағы төмендеген, яғни зиянды тамақтар ішеді. Немесе дәрі-дәрмек көп ішеді. Жай прививкалар қабылдайды бәрібір. Иә, ішеді ғой бірдемелерді. Біраздан бері магнитный буря болып басым қатты ауырып. Магнитный буря деген жоқ, оланы бас ауырады ана дәрумендерден. Денемеден қышиды дейді. Ол да сол Әсемгүл. Төбеден не бір соқтарды тастайды. Сізді инопланетян дейді, рас па? Жоқ, мен жердің адамымын. Мүмкін жерінде адам емес шығар. Кім біледі. Армысшы ханым, амансыз ба? Қайырлы кеш, сәттілік тілеймін. Мың жасаңыз, қонақта отырсыз ба дейді. Иә. Иә, рахмет сізге көп-көп. Мен саумал ішуге қонаққа келгем. Әжем садақасында жылқыдай шапқан, шаршамай дейді. Иә, кеш жарай. Сонда бірдеңе шаршама дейді. Шаршады ғой, шаршады. Кеш шаршайын ханым, сізге мықты денсаулық тілеймін. Саламатты болыңыз дейді. Кеуілім жай айтқаныңыз келсін. Аяқ күйіп жанға қандай ем бар дейді. Аяқ күйіп жанған зәйтүн майы жақсы, күшті дейді. Рахмет. Денем дейді. Әдемі болып тұрсыз, рахмет. Сүндет сайтанның ең салуы дейді, рас па? Иә, қоқ. Сайтанның ең салуы, дұрыс айтасыз.
тізем жаны ісіп жүр, неден болады дейді. Негізі екпеден болады. Екпе салдырдыңыз ба? Ашықсақ шаршау басылар дейді Шолпан. Я, рахмет, сізге де сүйіндік. Сізге көп рахмет, саумалыңыз сіңімді болсын дейді. Жасырын айтқаныңыз келсін, сізге рахмет. Жоқ дейді. Бір жерден у кетіп жатыр ғой денеңде. Мүмкін тамақтан немесе судан, тағы бір нәрседен. Армыш Шәкен ханым, кеш жарық, мықты денсаулық тілеймін, айтқаныңыз келсін, Бақытгүл. Сәлеметсен, менің де денем қышиды дейді Клара. Ол ауадан себет неше түрлі вирустарды. Содан болып жатыр. Амансыз ба, Зульфия? Негізі мұсылмандар сүндет салу керек деген ғой, ол Алладан бұйрық емес па дейді. Ол туралы ана телеграм-каналға жазу керек. Онкология басталып жатқанда да қышиды екен дене. Иә, төбедегі олар шаш жатыр төбеден. Иә, коқ меніспен келісем. Былтырғы киімдерім бос салбырап тұр, арықтағаны дейді. Жақсы Шолпан. Кешақ Кәмшат, Әсемгүл 47 денсаулық, оны WhatsApp-қа жазыңыз. Менің де денем қышиды. Я, олана сол сеуіп жатыр аямай. Шаш өспейтін де сол. Шәкен ханым, құлпырып кетіпсіз, жасыңыз ұзақ болсын дейді. Таққа айтқаныңыз келсін, рахмет сізге. Сүйел шықса ненің белгісі дейді Белла. Ол ана дене іштегі ауруды солай шығарады. Ұйқыдан тұрмай қалғандар көбейіп кетті жастар арасында дейді Кәмшат. Көбінесе екпеден болады. Алланың нұры жаусын, айтқаныңыз келсін. Ай. Молодец дейді. Жолдасымда дуа бар жоғын, не жын бір бар жоғын қалай білуге болады? Ашуланғанда өзін ұстай алмайды дейді. National Club WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Шығарып жіберіп тұр ғой дейді Гүлшат. Жұмысқа тұра алмай жүрмін дейді. Сәуле, WhatsApp-қа жазыңыз. WhatsApp, Telegram, Шәкене каналдарына тіркеліңіздер, қызық мәліметтер көп деп жатыр адамдар. Тіркеліп қойыңыздар. YouTube, Telegram және WhatsApp каналдары бар. Айшолпаным дейді, тамаша. Сіз біз сияқты майсыз, біз көп нәрсені білмейміз. Иә. Армысың, әпші, армысыз Делип. Асар баспана не болады? Әдейі соттайды көрсету үшін. Ешкімде ондай нәрсені жасамау үшін. Ол саяси нәрсе ғой. Тұрмыс салт емес, тұрмыстық емес мәселе, саяси мәселе ол асар деген. Мен ғой Эммануэль, танимын Эммануэль сізді. Шәкен ханым түсімде пойыздан өтіп кетті. Алар өткізіп жіберді. Новая локация, да, қазақ, қалайсыз? Добрый вечер, вы сегодня очень нежная и женственная. Спасибо за эфиры. Дай 27, и вам спасибо за то, что заходите, находите время для меня. Бір дем алып қаламыз сізді тыңдап. Ай, рахмет. Мен де қатып жатыр дейді. Шаханым, не істеп отырсыз дейді, өзір эфир жүргізіп отырмын. Түсімде қыз босаныппын, менің белгісі екен дейді Кәмшат. Енді жақсы болады деп айта салайық. Жалғыз тұрғым келеді, жан ұямда не істесем екен деді қоқа. Сізге демалу керек, жалғыз тұрып көріңіз. Болады жалғыз тұруға уақытша, ол әуелі пайдалы адамдарға. Уақытша
жанұясынан бөлек тұру. Демалады да. Жалғыз тұрғым келеді, иә, түсінемін сізді. Жалғыздық ол тамаша нәрсе. Ешкім мазаламайды. Қызым оқуға түсе ма, оқи ма дейді. Гуля WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Ойбай, кешіріңіздер. Енді Иран өтіп кетті. Сізді тыңдап өтіп кетті. Рахмет сіздерге. Жылы лебіздеріңіз үшін. Кеш жарық үйіріс. Ауырып қалдыңыз ба деп қорқып кеттім ғой дейді Юзарова. Рахмет сізге. Шәкен ханым, қайырлы түн. Ерекше болып отырсыз ғой. Рахмет Әсел, қайырлы түн. Қалыңыз қалай Шәкен апай? Жақсы, Жанар, өзіңіз қалайсыз? Папаға немене рәсімдер болды сонша дейді. Қара рәсімдер ғой, ана көрдіңіздер ме киімдерін? Бастарына қалпақтар киіп алған, көздері жоқ, дымы жоқ, сонда қалай жүреді? Енді жағынан көрінетін шығар оларға бірдеме. Жұмысқа тұра алмай жүрмін дейді WhatsApp-қа Жанар. Кеш жарық бәріңізге. Ауырмаңыз дейді өресі, рахмет. Кеш жарық осынша білім бастарыңызға қалай сият тұқымнан беріле ме, өзіңіз оқығаннан ба? Мен өзім көп оқығам ғой, көп оқығам, иә, кезінде. Кейін кезде де көп былай оқуға тырысам енді. Бұрынғыдай көп оқымасам да. Әйтеуір кітапханадан бірдеме оқуға тырысам. Басыңыз кітапхана дейді, иә. Ол рас. Папа жаназасында бәрі қара костюм киген, тек Трамп темный, иә. Білімді жансыз көз тимесін дейді. Рахмет, Жанар. Иә, Пәкістан мен Үндістанды әдейі өршітіп жатыр да. Олар әдейі істеп жатыр. Қалаға барып өткенде ауырып қалдым. Чөт не то дейді Құрғайша. Қалада көп себеді ғой болды. Трамп темный синий костюм киіп алған. Ол әдейі қазақ. Әдейі. Ол имиджін аналар бәрін белгілейді. Кеш жарық юзер 99. Қай елге барасыз саяхаттап келесі жол дейді тағы. Индонезияға барғым келеді. Білмеймін, жол түссе ме әлде түспей ме? Индонезияға барғым келеді. Бір ретте болған жоқ. Не болса соны уайымдап отырамыз. Дұрыс айтасыз. Орта Азияда қай елдер арасында соғыс болашақты шығуы мүмкін? Қалай ойлайсыз? Орта Азияда олар ана Тәжікстанға немесе Өзбектің жеріне талибандарды кіргізуі мүмкін. Жағалар. Мен қашан байымын дейді. WhatsApp-қа жазыңыз. Шәкен ханым, көп жасаңыз. Рахмет, Юрис. Сәлеметсіз, Музанова Дарина, Дариға, иә? Шаханым, ұялайын деген қайғыладан алған дұрыс деп ойлайсыз. Астанадан дұрыс. Ол жерде аз себет уды. Саяхатқа шыққанда неге жалғыз жүресіз? Мен қорқам сіз үшін дейді. Алтын шаш, қорқпаңыз. Бәрі жақсы болады менде. Менің көрінбейтін қорғаушыларым бар. Орта Азияда соғыс болатын болса, я, ол Талибан или Фергана Дарина шу болады дейді. Сол ғой қазақ. Барма. Ойбай, хейтер кіркетті ананы, я. Ұят сөз жазғандарды алып тастаңыздаршы. Нұр, рахмет гүліңізге.
Қайырлы кеш бәріңізге. Сіздің WhatsApp-ыңызға шыға алмай жатырмын. Қалай шығуға болады? Обновить ету керек. Жаңартыңыз. Ана обновить етесіз WhatsApp-тың өзін. Сізде ескі WhatsApp па? Ана соңғысын қойыңыз, обновить етіңіз. Сол кезде менікі шығады телефоным. Кеш жарықтан шолпан. Кімдікі WhatsApp бірден шықпайды? Яғни обновить ету керек, жаңарту керек деген сөз. WhatsApp. Приложение. Зомби қашан басталады, қай оқиғадан кейін дейді. Олар енді өршітеді әзірше, төмен Пәкістанды дағы бір жерге, жаңа одан кейін жаңағы айтады, инопланетяндар қаптап кетті деп. Биыл емес, биыл зомбиді олар әлі қаптатпайды. Мүмкін келесі жылы. Бірақ келесі жылда көрінбейді, сол арғы жылы ғой тағы. 2-3 жылдан кейін. Мен мал шаруашылығымен айналсам шаруа жүреді ме дейді, Rolls-Royce жүреді. Қызым Назарбаев оқуға түсе ме 6-шы сынып дейді, Карлуша. Қызыңыздың есте сақтау қабілеті өте төмен. WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Жолым ашылу үшін не жасауға болады дейді. My life, my rose. Сіз қуа ашып отыруыңыз керек. Жекеге шықсақ қанша болады дейді, жүрегім бос емес. Алдымен ана сол WhatsApp-қа жазып алыңыз мәселеңіз. Я? Бірінші. Радовой жағы менің қасымда жүре ме дейді. Жүреді жанар. Олды болам ба дейді. Оны сәлем қоша қарау керек, WhatsApp-қа жазыңыз. Мәншік 38-ден сау, сізде WhatsApp-қа жазыңыз. Шәкен ханым, менің ішім ауырып отыр, су қойып отырмын. Дұрыс, судан кейін жазылады. Я. Сәлеметсе, Арай 39 бала көтерем бе, ұлды болғым келеді дейді, WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Тәжік өзбек соғысуы мүмкін бе? Бәрі де мүмкін. Аналар ұйымдастыра салады. Оларға оңай бәрін ұйымдастыру. Сәлеметсе, Айгуля, Зеленский қаншалықты бай президент? Аса бай емес. Енді миллионер, миллионер, бірақ миллиардер емес. Басым ауырып отыр менің дейді, жүрегім бос емес. Су қойып қойыңыз, ішіп аласыз эфирден кейін. 7 рет ұстағанда біздікі енді ашылып жатыр дейді Шолпан. Я, 7 рет ол керемет. Сол бәрі де солай ұстаса. Ең болмаса өлі 1 рет ұстаса, соны 1 рет ұстай алмайды ғой адамдардың көбі. Иранға да дайындалып отыруға дейді Эммануэль. Я, баю үшін 4 тәулік ұстау керек деп едіңіз дейді жанар. Тез баю үшін, Әсем 34 жеке өмірі WhatsApp-қа қалай байымыз дейді. Ержанның кәрі WhatsApp-қа. Қайырлы кеш, Шолпан Төлеубекова. Не ұстай беру керек? Қуағаш. Жұмыстан шаршап қуағаш ұстай алмай жүрмін. Түсімде тау өтіп кетті. Жолдасым 2 күн ұстады, қорқа дейді. Ол да жақсы. Қорқа қоян батыр болыпты деген бар ғой. Мақалы. Қалай ашуға болады дейді. Доғарас тамақпен суды. Соңғы құрағашты ұстағанда басым қатты ауырды дейді. Ауыру керек, өйткені ол жайылып жатыр ғой. Ішіңізде көп жиналған ол тарайды, сол кезде ауырады. Ауыр қылмыс жасап түрмеде отырғандар қайтып кеп жатыр. Олар жөкеңдерге де неге керек бұрын көбісі қайтпайды дейді. Олар әдейі шығарып жатыр. Көп бір-біріне қырсын өздері деп адамдар. Иран режим ауысса ғой дейді. Ауыспайды олар, мыналар тағайындап қойды ғой осы. Жанашырлар. Мәшіне қашан аламыз дейді. WhatsApp-қа жазып жіберіңіз. Көрейік қарап. Кеше аяғымды қайырып алдым, көгеріп пісіп тұр, не істеуге болады дейді. Қайырып алдым, көгеріп пісіп тұр, не істеуге болады дейді. Ештеңе істемей қойыңыз, жазылып кетеді. Жазылып кетеді. Нагрузка беріңіз уақытша жазылған үшін.
Тез жауап бересіз бе дейді. Иә, Ержан. Тез берем. Өте тез. Жекеге шықсам болам, әрине Айгүл шығыңыз. WhatsApp нөмірі тұр закрепте. Сол менде әдейі шығарып жібереді деп ойлаймын, тағы қылмыс жасасын деп. Иә, әдейі ғой, түсінікті ғой. Және жеңіл жаза беретіндер де сол. Неше түрлі сұмдық жауыздарға. Өтіп кетті, юзер, сіздің сұрағыңыз жақсы сұрақ еді. Өкінішке орай. Ашу үшін не істеу керек? Есаға тамақ пен суп доғару керек. Өткенде талиптер әдейі шу шығарды. Иә. Кеше түсімде сізді эфирде отқаныңызды көрдім. Жанашырлар аккаунтымды жапты деп отырсыз дейді. Жақсы түс жолыңыз ашылады. Шахия, мен үшін әулие кісі 1000 жасаңыз дейді. Қоқ айтқаныңыз келсін, рахмет. Кеш шарп үміт. Бай үшін сізді түсімде неше рет көру керек дейді. Сіз бір рет көрдіңіз, сол да жеткілікті. Шолпан, сол да жеткілікті. Bir rет көргенім өзі жеткілікті. Сәлеметсіз Гүлжан. Мен сізді 2 рет көрдім дейді Шолпан. Онда өте бай боласыз. Құран сүре оқисыз ба дейді. Оны телеграм каналға жазып жіберіңіздер. Аян бересіз бе дейді Қазақстан. Иә. Сәлеметсіз, менің денем аяқ қолым ісіп кетеді неден? Ол екпеден. Раушан, екпе салдырмау керек. Түсімде таксиде 2 баланы құтқарып алыппын. Такси шаланға КамАЗ астына кіріп кетті дейді. Яғни сіз көмек бересіз, бір адам сізден көмек сұрайды, 2 адам. Көне үйдің алдын бұзып жатырмын, құстардың ұяларын өтіп кетті ғой. Соңғы кездері неге ештеңе істегіміз келмейді, жалқау болып жүрміз, көп адам солай. Ол ана дәрумен отатады, ана олардың сеуіп жатқан. Екпе салмадым дейді Ахметова. Онда дәрі іштіңіз, қабылдадыңыз, прививкалар, системалар, гормондар, тағы бір нәрселер. Ол міндетті түрде коронавирустың екпесі емес, жалпы екпелер. Көне үйдің алдын бұзып жатырмын, құстардың ұяларын. Жақсы Тытай, жақсы. Садақа көп берген дұрыс па, өзіңіз бересіз бе дейді Нұрхан. Жоқ, дұрыс емес. Садақа бермеу керек. Сіз нақты бір көмек жасауыңыз керек. Садақа бермеуіңіз керек, нақты көмек беруіңіз керек өзіңіз. Ол садақа, ол қара рәсімнің түрі, білесіз бе? Адамға садақа емес, адамға нақты көмек беру керек, көмек. Мысалы, далада отыр адам, сіз одан сұрайсыз, сен неге отырсың, қайыр тілеп? Сен жұмысың қайда? Ол айтады, мысалы, мен жұмысқа орналаса алмай жүрмін деп, сіз көмектесесіз. Көрген түсім өзімде өңімде 2 рет орындалды, аян деуге болады, Ержанның кәрі. Әрине болады. Аян болады. Мен түс арқылы көріпкел боламау Шахине ханым. Аян көп болам дейді. Өте жақсы. Ол жақсы ғой. Уағалейкум ассалам, жолбарыс. Сайраш, денсаулығым жайлы айтасыз ба? Иә, Сайраш, WhatsApp-қа жазыңыз. Сондай аянды қалай жақсы жорып алуға болады дейді Ержан. Енді оған жоритын өзі кітаптер бар ғой. Түсімде сізді көрдім. Иә, жақсы болады сізде бәрі. Жолыңыз ашылады. Тек садақамен шектелмейді дейді Ержанның кәрі. Иә, мен қайыр сұрап отқан атаға нан бергем, ол жата ма дейді. Жатады. Жындарға сәлем айтыңыз дейді. Юзер 35. Менде жындар жоқ, менде әруақтар ғана бар. Және періштелерім бар. Менде періштелер. Жанымда жындар шығандай жоқ менде. Тек қана періштелер.
Менің ұлым Дариман 25-те қашан үйленеді? WhatsApp-қа жазыңыз Гүлжан. Өтініш іле салыңыздар WhatsApp нөмірде. Не болып қалды сізге, Шахине ханым? Денсаулығыңыз жақсы? Жақсы, ақырындап. Шахине, мен сізбен сөйлескенмін, өте жақсы мағыналы сөйлейді дейді. Рахмет. Эммануэль, рахмет іліп қойғаныңыз үшін. Сүлеймен Сұлтан бір сериясын аштыққа отырады бір айға дейді Жанар. Иә, баяғыда көп ұстаған солай аштықтар. Атақты адамдар ақша шақырудың амалын іздеп көмек алады дейді. Сол рас па, сізде ондай болды ма дейді. Иә, менен сұрайды, бірақ мен ондайды ағасым арқылы ғана, ол өте жай орындалады. Солай жасаймын, иә. Қара дуа, қара рәсім арқылы ол тез, бірақ мен онымен айналыспаймын ғой, қара рәсіммен. Олай тез болады. Раушанмын дейді. Өте жақсы. Біреудің басында болатын жағдай көңілімде сайрап тұрады. Айтпасам ауырып қалам, не істесем болады дейді. Құралай. Қуағашқа отырыңыз. Сізге қуағашқа отыру керек 3,5 тәулікке. Тазарып шығасыз. Сосын сізге зиян болмайды ешқандай. Синусит гайморит как вылечить? На сухой пост надо сесть. Роллс-Ройс. Былтыр жүргендер жаңбыр жаудырған аппараттарын Өзбекстан тартып алып қойыпты деп естідім. Рас бекен дейді Гүлге. Рас, иә. Ол рас. Негізі олар харп арқылы жаудырып жатыр. Харп Қытайдың жерінде тұр. Климаттық қару. Харп деп аталады. Көз мықты болып тұр ғой, алыстан оқып тұрсыз біздің жазып дейді жолбарыс. Иә. Шүкір, жақсы менің көзім. Мен айдаладағыны көрем. Анау бір қарайған бір шақырым жерден автобус көрінеді ғой, соның нөмірін көрем ғой, білем. Қандай нөмір келе жатқанын. Құр қарайған оның несі шығады айдаладан. Енді көріне бастаған кезде мен нөмірін білем. Аялдамада адамдарға айтам сұраған кезде ғой. Біреулер айтып тұрады ғой, пәлен автобус, мен айтам, жоқ, басқа нөмір келе жатыр дейді. Ағадағы щелочты қалай разжижать етуге болады дейді, ағзадағы. Жанар, қуағашқа отыру керек. Сіз қанша рет отырыңыз қуағашқа? Басым ауырып тұр дейді Таңшолпан. Су қойып қойыңыз, сосын шығып аласыз. Зарядтап. Сізді басында көретінмін, арасында негатив жазатынмын. Қазір ойым басқа жақсы жағынан дейді. Рахмет сізге, Ержанымен. Қандай жағдайда ашуланасыз дейді Нұрхан. Мен ана хитрлер өзіме тисе бастайды ғой, бір жаман сөздер жазып. Иә, сонда мен қатты ашуланамын. Бізді бесікке біледі ханым дейді. Иә, мен кейбір көрермендер тұрақты білем. Қуағашқа отырғанда сіздің көздің ішіндегі ет кете ма дейді, кетеді. Бірақ 3,5 тәулік отыру керек, одан кем емес. Сізде жата деген соң өтіп кетті, армысыз туылады. Бір тәуліктен 10 күн ұстадым дейді. 10 күн ба? Жақсы Жанар онда. Менің осы өмірім қалған өмірден ауыр сияқты. Кейін кішкене сізге жеңірек болады. Алматыдағы бомжарды Шымкентке алдап апарып тастап дейді. Кешіріңіз, күлкім келіп кетті. Иә, оларды сөйтеді. Алматыдан бір жаққа тасиды. Қазір қайыршылар жоқ Алматыда, бұрын көп болушы еді, қазір көрмейсің. Сол байқұстардың бәрін сол жаққа алып кетеді ғой, бір жаққа. Сәлеметсіз Шахи ханым, кешар Фарида, Димаштың концерті дейді. Иә, солай. Бауырды үйде емдеуге бола ма? Болады, қуағашқа отырыңыз бөле. 3,5 тәулікке отыру керек. Бауыр демалады. Өз-өзін тазарталады ол бауыр. Тек адамның әрбір органы, мысалы бауыр 3 жетте бір ауысып тұрады. Бүйрек 4 жетте бір рет ауысып тұрады. Жүрек бір айда жаңартып тұрады. Айда бір рет. Неге қазір жас балдар үлкен әйелдерге құмар дейді? Ақшаға болам.
енді үлкен әйелдерде ақша бар ғой, сондықтан тек қана материализм жағы. Хейтерде дұрысталады дегендей, иә. Қуанышқа қалай отырады? Тамақ пен суды доғарасыз, вот солай отырасыз. Және сөйлемейсіз, үндемейсіз. Теледидар қарамайсыз. Рахмет дейді, Құралай, сізге де рахмет. Тибет продукция жақсы ма дейді. Арман, Тибет деп жүргендер, одан да Қытайлардың шығарып жүргені ғой, нағыз Тибеттік емес. Одан да құлағаш ұстаңыз. Қайырлы түн сізге де. Кеш жарық Кули, кеш жарық Замрия. Жүректің ақауы тексеру кезінде анықталатыны қалай дейді. Ол тексеру, ол өтірік, бәрі диагностикасы, сенбей ақ қойыңыз. Қайырлы кеш, Алтош. Әбжат туралы не айтасыз дейді. Оны телеграм каналға қою керек сұрақты. Онкология құрағаштықпен емдеуге бола ма? Гүлназ, егер қатты асқынып кетсе, қиын болады. Ал басталып келе жатқанда ана сәбіздің шырынын ішу керек те. Кәдімгі сәбізден, 1 келі сәбізден 200 грамм шырын шығады. Сол ана соковыжималкаға салып, соны жасау керек. Сізден WhatsApp-тан жауап күтем дейді. Жақсы, Ержанның. Іңкәрі. Какая приятная сіз, Шахихан. Рахмет, Фарида. Адам неге түнде қатты өтіп кетті? Сау болыңыз. Сізде сау болыңыз, Ержанның. Іңкәрі. Сізге үлкен рахмет. Сізге де рахмет, New World. Сау адамға ішуге бола ма сәбіз соғын дейді. Болады, Шолпан. Ол пайдалы ғой, онда кератин бар ішінде. Каратин, кешіріңіздер. Кератин деп қойып, каратин деген бар. Қашан басталды эфир дейді. Алтош, 1 сағат болып қалды. Уақытыңызды бөліп, біліммен бөліскеніңізге, сізге де рахмет тыңдап отырғаныңыз үшін. Ал сізге де Шолпан. Астана келіңіз, концертіне апарайын дейді. Дженнифер Лопес дейді, Арман. Солай ма? Рахмет шақырғаныңызға. Жолдасым сыр шақырғаныңызға. Жолдасым сыр